Егер ас үйіңіздің құбырынан су өтпей тұрса, онда осы әдісті қолданып көріңіз. Раковинамызға 2 қасық ас содасын саламыз. 1 қасық кір жуатын ұнтақ саламыз. Бұл міндетті емес, тек иісін кетіру мақсатында салсақ болады. Осылардың үстіне қалағанымызша уксус құямыз. Жақсылап көпіруі керек. Осы сәтте 5 минуттай күтеміз. Реакция жүргенше. Кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Жақсылап көпіру керек. Бұл жерде де 5-10 минуттай күткендеріңіз дұрыс. Ең соңында үстіне соңғы рет ыстық суымызды құямыз және біздің құбырымыздан су өтетін болады.